Міне, біздің жоспарымыздың екінші кезеңін іске асыратын уақыт келді. Айтшы, қазір ме? Осындай тез бе? Иә, Рейхан қазір өз бөлмесінде сабақ оқып отыр. Сен қазір Рейханның бөлмесіне бар, оған көмектесіп жатқандай бол, бірнеше хабарлама жібер, ал Вура күтіп отырады. Эмир осы хабарламаларды көрген сәтте іс бітті. Одан кейін мен бәрін реттеймін. Бүгін сен өте жақсы іс тындырдың. Жарайсың, енді жаңа міндетке дайынсың ба? Уайымдама, бұл одан да оңай. Сона мен хат жазып жүрген парақты ашта, менің хабарымды күт. Мен белгі берген кезде, сен хабарламаға жауап жазасың, су әкеліп берейін, отыра тұр, мен келдім, жаным менің, көшеде жаза алмадым, сені қатты сағындым. Джемре ноутбук арқылы жазды, тыңда, мен үйде істегендеріне көз жұмдым, жарайды дедім. Бірақ сен масалды менің хабарымсыз далаға шығара алмайсың, ұрыспаңдар деп масал сөйледі. Көйлекті көрсем бола ма деді Джемре, меніңше олар жараспайды. Лейла ханым масалдың дамуына өте үлкен үлес қосқаны бірден көрініп тұр. Менің кеңесім, Кемал, Лейла ханым масалмен үйде көбірек уақыт өткізсін. Мүмкін болса, тіпті тәулік бойы. Суна, біз екеуміз не деп келістік? Сен мұнда не істеп жүрсің? Қазір-ақ өз бөлмеңе қайта бара аласың ба? Сунаға бұл маңда қыдырып жүрудің қажеті жоқ, әсіресе Рейханмен. Олардың кездесуіне болмайды. Егер олар кездессе, барлық жоспарымыз күйрейді. Абай бол, Суна, Рейханда оның ноутбугі бар екенін білмеуі керек. Кімнен келді? Әмір Тархуннан. Маған ба? Иә, Әмір жіберді. Ашпайсың ба? Қарашы, тіпті менің де қызығым оянып кетті, түсінбедім. Меніңше, шынылық. Мүмкін үйлену тойына арналған кешкі көйлек шығар. Джемреге сенің киімің ұнамаған. Ал егер Әмір естісе, естіді, мүмкін өте әдемі, шынымен бе? Қызыл менің ең сүйікті түсім. Әмір Рейханды қызыл көйлекпен көреді, көйлекке рахмет. Әмір ноутбуктан хатты көріп қатты ашуланады. Сіздер басқа біреуді күтіп отырған сияқтысыздар. Мен кетейін, қайда барасың? Жынды қыз, Лейлаға бөлмені дайында. Қазір-ақ дайындаймын. Лейла масал үшін Кемалдың үйінде қалады. Біз тойға бармақшы едік. Ол бөлмеге келіп дайынсың ба деді. Мен ваннаға кіріп шықтым, қайтып келсем, ол кетіп қалыпты, ал оның кеткенін саған кім айтты? Джемре, ол маған келіп, ұрысып қалдыңдар ма деді. Мен жоқ дедім. Ол Әмірдің ашулы күйде үйден шығып кеткенін көргенде солай ойлапты. Неге ол ашулы болды? Сен сұрамадың ба? Сұрай алмадым. Ол менің қоңырауларыма жауап бермей жатыр. Мен сенің не істеп қойғаныңды түсінбедім. Сен осыншама қорлау сөздерін айтып, ештеңе болмағанда кетіп қала алмайсың. Не болғанын және мені не үшін айыптап тұрғаныңды айтасың. Сен бұл тарихты онсыз да білесің. Осы ойынды тоқтат енді. Алла тағалам, ақыл есімді сақта. Бұл сертті ұстап тұру өте қиын. Білмеймін, мен ештеңе білмеймін. Тек кеше ғана ол маған тойға бірге бару үшін көйлек сатып алып берген еді. Кеше мен бүгіннің арасында не өзгеруі мүмкін? Рейхан ноутбук алып келді. Не болып жатыр? Мұны мен жазды деп қалай ойлайласың? Мені мазақ етіп тұрсың ба? Тыңда, менен кет. Мен сені көргім келмейді. Бұл сөйлемдердің бірде-бірі маған тиесілі емес. Мен жазған жоқпын. Не болғанын да, қалай болғанын да мүлде білмеймін. Бірақ жетті енді, жетті. Осылай сөйлей беріп, менің көзімде құлама. Мен бұған еш қатысым жоқ екенін айтып тұрмын. Сен түсінбей тұрсың ба? Мен жазған жоқпын. Кем дегенде өзің істегеніңді мойындайтындай адал бол. Мен қатысым жоқ нәрсе үшін менің ар-намысым мен қадір-қасиетім туралы маған сөйлеуге сенің хақың жоқ. Мен жазған жоқпын деп айтып тұрмын. Суна, жаным, не болды? Қайда барасың? Маған ағаммен сөйлесу керек. Ағам менің хабарламаларымды көрді, ол оларды Рейхан жазды деп ойлап отыр. Мен шындықты айтуым керек. Ағаңа не айтпақсың? Мүлде бейтаныс адамға оның заңды әйелінің суретін жібердің деп пе? Ағаңның қалай қабылдайтынын ойладың ба?
Неге сен бұл адамды мұнда келдің? Егер тыңдасаң, бұл жағдайдың жай ғана түсінбеушілік екенін түсінер едің. Иә, сендер қандай ойын ойнап жүрсіңдер?